қазіргі осы республика бойынша осы бокстың дамуы, әсіресе балалар мен жасөспірімдер арасындағы дамуы қалай болып жатыр? Бокс әр ауылда деп айтуға болады. Әр аудандардың бәрінде бокс бар. Ол жағынан бізде былай айтқанда проблема жоқ. Өйткені бокс бүкіл аймақтарда дамып жатыр. Қазір енді әлемде Қазақстан мен Өзбекстан көш бастап келе жатыр. Бұл екі осы Орта Азиядағы команда әлем бойынша бірінші орында. Бұл кездейсоқтық па әлде заңдылық па? Кездейсоқтық деп айта алмаймын. Сен Өзбекстан тоже оларда былай айтқанда бұрыннан бері бар ғой былай айтқанда. Енді тікелей бәсекелестік қой енді. Біз енді көрші ел болғаннан кейін қалай қатты өзбек қазақ деген бәсекелестік. Ол да бір жағынан жақсы да, екі ел бірін-бірімен былай айтқан кезде етіп, соның арқасында бәсекелестік арқасында былай дүние жүзінде неме. Бірақ қазір басқа мемлекеттерде көп дамып жатыр.